Балалар, бүгін біз қазақтың ерекше бір бұйымымен танысатын боламыз. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Атқа міну үшін бізге не керек? Жүген керек. Жүген керек, дұрыс айт. Үзеңгі керек. Үзеңгі керек, дұрыс айтасың. Ертұрман керек. Ертұрман керек, дұрыс айтасыңдар. Атымыздың ертұрманы, ал аяқ қоятын бөлігі? Үзеңгі. Қазір біз сендермен мынадай ойнайық. Ертұрман, жүген. Дұрыс айтасың. Көмектесуге болады досымызға. Ертұрман. Ертұрман. Бұл не бізде? Жүгенге. Жүген, үзеңгі және ол ауыздық деп аталады екен, балалар. Ой, жарайсың. Үзеңгіні қайда апарамыз? Жарайсың. Енді оның дұрыс немесе бұрыс екендігін байқайық. Балалар, барлығы дұрыс екен. Шапала. Ал енді балалар, ертұрманның макетін жасау үшін бізге көмекке Нұрмаханның әкесі келеді. Балалар, бұл ертоқым қазақтық ұлттық бұйымдардың бірі. Ертоқымды аттың үстіне мінген кезде қолданады, өйткені ол ыңғайлы. Ыңғайлы отыруға, егер өткен болмаса, адам құлап қалады аттың үстіне. Папа мүжеге отыр, сен мүжеге отырдың, екеуміз отырдық. Уже аттың үстінде қарап тұратын, көрмеу ме? Киіз. Оны жүйенгі дейді, оны аяқ салып қоясың. Оппа, осылай аттың үстіне қояды. Қарам, темірдің ішіне салып, аяқтың іші осылай. Вот, все. Өз қолымызбен ертұрман жасаймыз. Кардоннан және фольгадан жасаймыз. Клейлеп. Осыған ұқсас болу үшін, үстіне адам отыруға ыңғайлы болу үшін. Клей көзге тисе өте зиян болады. Сондықтан очки киеміз. Түсінікті ме? Сендердің көздеріңді қорғау үшін. Бұл ойды біз оямыз, не? Оямыз. Түсінікті ғой, жүрегімнен жұмсақтық сезілетін, әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам, жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған, әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам. Адамға ыңғайлы және ертоқым көпке дейін шыдау үшін. Ертұрман. Картон. Әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам, жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған, әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам, жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған.